Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бізден де сұхбат алатын жағдайға жетіп қалыппыз. Аллаға шүкір. Сұхбатқа келіп қалдым. Қазір қандай сұрақ болады, не сұрақ болатынын пока білмеймін, бірақ барлығы жігіттің үсті болады ма? Рахмет. Сен маған істедің ғой? Жүрме еркелетші. Күштап бер. Еркелі мен неге осы немен ішіп отырмын, түсінбей жатырмын. Гербалайфқа қатысқаным бар еді да бұрында. И соны сәтімен ішіп отырмын. Гербалайым күшті болып тұр. Дұрыс тарау керек просто. Длинасын кішкене басқаша қылдым. Күшті болып тұр, сәл ауырып тұрмын да мазам болмай. Есентайға келдім. Қалтамда бір миллиондар толып тұр еді просто. Соны қайда құртарымды білмей миллионға бір аяқ киім алайын деп келдім. Деп айту бұйырсын сөйтіп па. Ужас, ұстаған бәрі миллионнан доллар ғой, представляете. Сәл соған сенген түсіп қалып кетіп, бейшара сияқты сезініп қаласың өзіңді. Өзім саладым. Мен неге бүгін ерекше күшті болып тұрмын? Негізі ресницаның несін длинасын өзгерттім ба, кішкене көзімді басқаша әдемі етіп көрсетіп тұр. Ассалаумағалейкум достар, баршаңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Аман есенсіздер ме? Кеше тойымызды абыроймен аяқтап бүгін үй жаққа келдім. Негізі бүгін де тойымыз бар. Кеше мына трубаны жігіттер міне қаптап, арнайы әдемілеп, сыртын бәрін орап, мынаның ішіне міне стекловатаны салып, реттеп қойды. Сонымен дайын, құдай қаласа. Трубамыз дайын. Енді міне жігіттер кеше полный алыптап фундамент қаптап шықты. Үйдің іші, в общем, четкий қапталды ғой, іші деп қой сырты. Үйдің сыртын барлығын қаптап қойдық қой, міне. Мына қараңыздар. Фундамент кеше мына жақ ашық еді ғой, білесіздер ма? Полный қаптап, сыртын бәрін реттеп, әдемілеп қойдық. Енді бұның сыртын тағы да бір нәрсемен әдемілеп, түзеп қаптап шығамыз. Оның не екенін сіздерге потом айтам. Керемет нәрсемен қаптайын деп тұрмыз үйдің сыртын. Соска ойнап тұр, содан кейін вообще күшті болады виді. Осы видін естеріңізге сақтап алыңыздар. Сол кезде көресіздер қандай болатынын. Жағын кесіп, мына терезенің астын жағын кесіп, бәрін дайындап. Енді Құдайда қарасып тұр, мә күн деген енді ауа райы деген кайф болып тұр, біз жақта четкий болып тұр. Соған Аллаға шүкір деп жатырмын, өйткені мына стяжкамыз кебу керек. Біздің стяжка кеуіпті, уже үстінде спокойно жүруге болады. Қазір сіздерге шкаф станокпен көрсетем. Ішін жинап, реттеп, ремонтты жалғастырып жатырмыз. Құдай қаласа ішіне полын тазалаймыз да, реттейміз да, ішіне кіргізіп, ана теплый полдардың бәрін құрастырып, уже стяжканы жалғастырамыз ары қарай. Сол енді жұмыс барысында бір нюанстар шығып жатыр, түсінбейтін нәрселер. Соның бәрін Балқаш өзі реттеп жатыр, Аллаға шүкір. Сол Балқаш бауырымды жіберген Аллаға саңыз шүкір. Үйдің ішкі обстановкасы осындай. Қазір бұның бәріне арнайы уборка жасалады. Мына жақ міне стяжкамыз кепкен, ішінде спокойно. Міне мен аяқпен жүрмін, спокойно жүруге болады. Ішінде терезелерді ашып қойдық, кішкене күн түссін. Ішіне деген сияқты. Даладан қарағанда үйдің іші жылы қазір. Мына жақта іші міне Балқаш бетін тазалап жатыр. Бетін тазалап, анау мусорлардың бәрін алып жатыр бетіндегі. Бұлтса заттардың барлығын осы ішіне кіргіземіз да, осы жаққа жинаймыз да. Бұлтса теплый пол жинау процесі басталады бізде. Сол күн деген күшті болып жатыр. Енді мына жерде білесіздер ма, мен сіздерге айтып едім ғой. Мына жерде жаңағы лифтный тапчан болады, мына жаққа қазан ошақ қоямыз деп айтып едім ғой, білесіздер ма? Енді кішкене жоспар өзгеріп жатыр. Алла қаласа қандай нәрсеге өзгерттік, бұл жерде не болатынын мен сіздерге кейін айтам. Қызық болайын деп тұр, негізі бар ғой. Енді бәрін басында басқаша ойладық, қазір басқаша ойлап жатырмыз, өйткені көп нәрселер өзгеріп жатыр. Сол өзгергеніне байланысты сіздермен бұйыртса бөлісемін. Бұл жерде не болатынын, мына екі орта, мына ортадағы перегородканы алып тастаймыз да.
Мына ұзын жерде бір нәрсе болады. Оның не болатын, потом кейін сіздерге айтам. Кейін өздеріңіз көресіздер, Құдай қаласа. Міне осы жерге бір четкий нәрсе ойластырдық қой, Құдай қаласа. Үйіміз міне, былай сырттай бір көрсетіп қояйын сіздерге. Чтоб көргісі келіп жүрген жандар болса, көре алмай қалған жандар болса, үй осындай әдемі болып тұр, Құдай қаласа. Сәттілік бізге Алла жар болсын, ағайын. Бүгін Қордайға жолға шығамыз, өйткені Қордайда тойымыз бар бүгін. Қордайға осы айда 3-ші рет бара жатырмыз, Алла қаласа. Сол тойымыз көп болсын, Аллаға саншы шүкір. Вот такой вот образ у меня получился. Нашла украшения, сережки, последние штрихи мои любимые. И к этому образу вот такая сумочка. И сапоги. Я сейчас подумаю, или на каблуках, или просто обычные, чтобы более удобно было. Кстати, оказывается, могу тут что-то снимать. Оказывается, на улице ужасно холодно. Как вы думаете? Ну, вы уже угадали, да, куда я сегодня пришла? Но с кем же я сюда пришла? Девочки так фотаются красиво. Ну, с какой стороны идти-то, знаю, не знаю. Друга нашли. Наконец-то. Привет. Привет. У нас сегодня свидание. Я, например, нашла платье для Ахырки. Ахырки, вот замуж выйдешь? Вот это вот платье заберем. Уже вон туда, оказывается, смотри, там что горит. Ну, как эти. Вот сегодня с Аула приехали. Дым Курмеген. Курмеген, да я. Ну, да вообще классно, прям очень красиво. А тут что? Не боишься? Не боишься?